Иә, мен оған сенімдімін. Өйткені видеоның соңына дейін қарап шықсаң, Қазақстанда қандай жерлерде медицина білім алуға болатындығын біліп шығасың. Және де өзіңе ұнайтын медициналық университетті таңдап, соңына дейін дәрігер мамандығын игеруіңе мүмкіндік бар. Ол үшін видеоны соңына дейін қара. Қазақстандағы медициналық университеттер, мен Аружан студент медик болып табыламын, 4-ші курс студенті. Ал кеттік, бұндағы дисклеймер, мұнда ешқандай универді бірінші немесе екінші орынға қою емес, тек қана таныстыру мақсатында университеттер тізімімен, сонымен ішінен әркім өзіне ұнаған университетті таңдап алып білім алуына болады. Және де ең бастысы адамның білім алуға деген мақсаты. Кез келген оқу орнын максимально алу керек. Ол білім болсын, даму болсын, жұмыс жасау, ортада қалыптастыру, оның барлығын максимально алу керек. Ол адамның тек өзіне ғана байланысты. Ал бастаймыз. Ең бірінші бұл Астана қаласындағы Назарбаев университеті. Онда да медицина бар. Бірақтан онда қабылдау шарттары басқа университеттерге қарағанда ерекшелеу. Иә. Онда түсу үшін өзінің арнайы сайтына кіріп, штанда анкета, соларды толтырып, арнайы емтихандарын тапсырып түсуге болады. Назарбаев медицина университетіне тоқталып өтсек, онда Питтсбург университетінің медицина мектебімен бірге медициналық қызметкерлердің жаңа буыны, дәрігерлерді, медбикелерді, биомедициналық ғалымдарды және денсаулық сақтау саласында мамандарды даярлау үшін білім беру және зерттеу бағдарламаларын кеңейтуді жалғастыруда. Онда бакалавр мамандығы бар. Бір жыл фаундейшн, кейін бакалавр, магистратура, резидентура, докторантура мамандықтары бар. Бакалаврда медицина ғылымдар саласындағы бакалавр, мейірбике ісі саласындағы ғылым бакалавр, медбике ісі бакалавры болып табылады. Медицина ғылымдар саласындағы бакалаврдан кейін резидентураға немесе магистратураға түсуге болады. Магистратурада фармакология және токсикология саласындағы магистратура, қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы магистратура, молекулалық медицина саласындағы магистратура, спорттық медицина және оңалту саласындағы магистратура, медицина докторы деген мамандықтар бар. Егер сен бакалаврды, интернатураны бітіріп болғаннан кейін резидентураға түскің келмесе, онда магистратураға түсуіңе болады. Келесі, резидентурадағы мамандықтарды өзің тоқтатып, паузаға қойып, толық оқып шық. Кейін бұл Астана медицина университеті, барлығымыз білетіндей, да оқытылатын мамандықтар жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, стоматология, педиатрия, мейірбике ісі. Келесі бұл Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті. Бұнда мамандықтар тоже жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, стоматология, педиатрия, мейірбике ісі, фармацевтикалық өндіріс технологиясы. Келесі бұл Алматы қаласында тоже Қазақстан Ресей медицина университеті, жалпы медицина, қоғамдық денсаулық, фармация, стоматология, педиатрия, мейірбике ісі мамандықтары. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде де медицинаны оқуға болады. Иә. Онда оқытатын медицина салалары биомедицина, жаңадан шығып жатқан медицина саласы өте қызық. Егер де биомедицина жайлы толық білгің келсе, комментарий қалдыр, мен видео дайындаймын. Келесі бұл генетика, кейін жалпы медицина, молекулалық медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, стоматология, фармация, фармацевтикалық өндіріс технологиясы, мейіргер ісі, микробиология, нейроғылым. Келесі, Қарағанды қаласында Қарағанды медицина университеті. Мұнда оқытылатын мамандықтар жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, стоматология, педиатрия, мейірбике ісі, биомедицина, фармацевтикалық өндіріс технологиясы. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-түрік университеті. Онда тоже оқытылатын мамандықтар жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, стоматология, мейіргер ісі, педиатрия. Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы Шымкент қаласында орналасқан. Мұнда да оқытылатын мамандықтар тізімі. Келесі Семей медициналық университеті Семей қаласында да, мұнда да сол мамандықтар оқытылады барлық университеттердегі сияқты. Кейін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университеті Ақтөбе қаласында. Мұнда тоже жалпы медицина, қоғамдық денсаулық, фармация, стоматология, педиатрия, мейірбике ісі мамандықтары оқытылады. Мұнда енді Шоқан Уәлихан атындағы Көкшетау университеті. Мұнда жоғары медицина мектебі бар. Онда оқытылатын мамандықтар жалпы медицина және мейіргер ісі. Таң қалып жатқан шығарсың, мұнда қалай оқуға болады. Онда тоже бар. Есіңде сақтап қал. Және де бұл Шоқан Уәлихан атындағы университет деп ерекшелігі, мұнда әкімдік грантымен оқуға мүмкіндігің бар. Толық білгің келсе, астында сілтеме қалдырамын, сонан оқып шығуыңа болады. Келесі
Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті. Мұнда бұл Петропавл қаласында орналасқан, фармация және жалпы медицина мамандықтарын оқытады. Мұнда да жоғарғы медицина мектебі бар. Жалпы медицина мамандықтары осы. Ал неше жыл оқитынына келетін болсақ, жалпы медицина мамандығын бакалавр 5 жыл, интернатура 1 жыл, қоғамдық денсаулық сақтау кейбір университеттер 4 жыл, кейбір университеттерде 5 жыл оқытылады. Фармация тоже 4 жыл оқытылады. Кейін магистратураға түсіп кетуге болады. Стоматология 6 жыл тоже. Педиатрия тоже 6 жыл. Мергерісі 3 жыл болу керек, есе қателеспесем. Медицина университеттер жайлы болса, өзіңе қалаған медициналық университетке түсіп, жарқын болашақта жақсы дәрігер болуыңа тілектеспін. Саған тек қана сәттілік. Назарыңа рахмет.